Sündüz kaydım. Ассаламағалейкум аға. Уағалейкумассалам болды бұл. Кімнің баласы едің сен? Дүйсеннің. Қай Дүйсен? Алқаш? Дүйсенің ба? Құмсақтың де. Әкің не істеп жатыр қазір? Әкімдікте. Қырғаттысы ше. Мамаң ше? Мектепте. Осы күннің қаршадай баласына дейін асығыс. Жөн сұрасаң айтпайды. О, тоба. Мен сөйлесіп отырсын. Ана Жәукен келмеді ме? Жоқ. Әкім мешітті бітіресіңдер деп шақырып кетті. Ой, ол немеде жау шапқандай мешіт емес. Көшеге төкпесейші. Болды. Бітті. Жаңа машина ғой. Инжектор кеткен болсаң да? Бұлар солай. Осал жер инжектор. Орыстар танкын қатырады. Бірақ машина жасай алмайды. Жарай ербол. Уақыт жоқ. 1000 теңге. Инжекторды тазалау 1000 теңге. Не болды саған братанның листосы ғой? Батаным болғанда. Мен ол жөнеген машинамды. Бершейші ақшаны. Еркіне жүрген жоқ сол. Қойшы сен. Не қойшы? Бір емес, екі емес. Төледен мен саған. Сен не жұмыстан ұша алмай жүрсің ба не? Шығар шал. Жәрке. Көке, Не болды? мектепке жиналысқа шақыр жатыр. Қайдағы мектеп? Сабақ жоқ қой. Барысханаға күресті. Жаз каникулға да өткізейін деп жатыр. Соған жиналыс болады. Әкелерің қатысып, қолхат жазып кетсін деген. Бірақ әкем жоқ. Жұмысында да жоқ. Сен бара салшы. Менде уақыт жоқ, бара алмаймын. Көке, жарты-ақ сағат қой. Бара салшы. Мына машинаны кешке дейін жөндеп бітіруім керек. Барысханағайды білесің ғой, бүгін бармасақ мүлдем алмай қоятын. Көке, болшы тез-тез кеттік. Қайтшы, екпеш. Мен ба ерігіп тұрған? Өзің айтып едің ғой, жақсылап дайындал. Астынағы жарысқа барасың. Ал енді екі сөйлеп тұрсың. Тоқта. Қазір барамыз. Қалай жігіттер? Үлгереміз ба? Иншалла үлгереміз. Таңертең қыратын болып келіп едің. Жарты сағаттан соң тайып тұрдың ғой. Машинам бір жерге кеткен ғой. Соны жөндетіп. Ыстығын-ай, андай күнде жұмыртқан құмға көміп жеуге болады. Абдур қалай еді есіміз? Ахмет қой менің атым. Жаңадан келген соң есіміңізді еске сақтай алмай жүрмін ғой. Мешітте жұмыртқа бар ма? Қазір көміп қойық құмға. 5-ақ минутта дайын болып шығады. Молдеке, қалай біздің ауыл, ұнады ма? Жақсы. Ауылдарың керемет екен. Иә. Бұл ауылда әлі талай қызыққа куә боласыз. Әкім бе дейм, келе жатыр ғой дейм. Олай білсінші. Мына жерді істейсің. Ербол,
Бүгін мешітті түстен кейін ашуымыз керек. Көмектесіп жіберші, асарлатып жіберейік, Аға менде жұмыс. Осы қаяқтың қағалып жүрген жұмыс сендер де көше келіп жүрсіңдер ғой. 1-2 сағатқа шегелерің кетпе сен. Айтпақшы Ербол, әкең қайда? Бүгін тағы да жұмыста жоқ. Жақсы аға. Жарты сағаттан соң барам. Жүр. Бай деген байлығын деген екен ғой бұрынғылар. Сондықтан бір... Ту, апай, өзіңнің шығарған мақалың шығарандағы. Одан да тез ашып берші. Мейлі ғой кім шығарса да. Кәне, не ашайын? Қай бағыт бойынша нақтайды? Апай, Бекжанның не ойлағаны бар. Неге үйде ақша жоқ? Неге менің айтқаныма құлақ аспайды? Дұрыс. Бұлай алаңдың өте дұрыс. Күйеуге жұмсақ, бірақ оның туыстарына қатал болмасаң, тізгінен айырылып қаласың. Асықпа. Құмалақтың бабы келмей, байламын айта алмаймын. Бір кесе су алып келші. Бір кесе су алып келші. Иә, қазір. Араларында бір әйел тұрған секілді ғой. Қандай әйел ойбай? Білмеймін. Бір қызыл зат. Екеуінің араңда көлегейлеп тұр. Әйел болмауы да мүмкін. Сақтай көр. Енді не? Білмеймін. Дөп басып айту оңай деймісің? Оңай қылшы соны. Айтшы, не екен? Әкел. Ер жұртқа не бетімді айтам? Маған, мектепке бармай қойсаңызшы. Келіңіз көзіңізге шай баса берейік. Алло. Осы не? Звондайды да үндемей тұрады. Алып қояйын. Қатты кеттім. Ұрысыңды қолым тиіп көрмеген еді. Енді балалар не дейді? Өзім де байқамай қалдым. Осы дүйсеге отырш. Не болды сонша? Ұрсан қатын өзің түкі ме? Несі бар етеге қамап? Бас. Кел. 50 грамм. Ішпеймін. Басталды. Нормально. Адам сапа. Демалайын деп еді. Не қош? Ей, Давай, тарса. балам. Мектепке кел деп еді. Мектепке барам. Мектепке? Не бар мектепте? Директор сайламақшы ма? Жоқ, ата-аналар жиналысына келдіген еді маған.
Қойшы мектебіңді. Давай карта ойнайық оданша. Кел, давай 50 грамм. Шықпады. Дүзіге. Қазір жаз білесіздер, балалар бос. Жалпы баланың бос уақыты болмауы керек. Сабақ, үйірме, одан қалса спорт секциясы дегендей. Болмаса жүзімдіктің жұмысы. Сондықтан жазда да күрес залын ашып қоямыз деп шешіп отырмыз. Балалар су жағалап тозып кетпесін деп. Әлгі біздің адам обедке келмеді ғой. Мешіт ашылғалы жатыр екен, соған көмектесем деп кетті. Енді жетпеген соң еді. Одан ана Ерболдың қасына барып, 200 теңге болса да таппай ма? Жаңа Айман келген. Құмал ағаштырдым. Жақында үйлерінде бір ұрыс болайын деп отыр дейді. Айналайын-ай, сол Айман оның аузынан жігіт сөз шықпайды. Өзіңді өзің азаптағаннан басқа не бар сонда? Мен не істесем де қарсы шыға беретіндеріңіз ай осы. Отырсам опақ, тұрсам сопақ. Мен ертең не болады? Мына үйдің жайы қалай болады деп алаңдап жүрмін. Ал сіздер үйде отырып алып, әйтеуір мені алға бастырмайсыздар. Жоға қалған. Өзің білші. Осы үйде әйтеуір ұрыс-керіс таусылмайды. Қайда қашып, қайда кетіп жаным тыншиды екен өзі. Ағам, мен де барайын ба? Жоқ. Өзім бар болып қайтам. Ары бері бір-екі сағат қой. Сен одан да бітші, мешітте бол. Жарай ма? Азамат Әділханович кеп қалу керек. Халықты сағат 3-ке жина. Жарайды. Бүкіл ауылды арала, үйді арала, түгел айта, ха? Жарайды. Бет болмасын. Сайлау, рұқсат берген. Кіріңіз жеке. Сенде бір шаруа бар еді. Бір жаққа шығып бара жатсың ба? Иә. Алматыдан қызымды күтіп алам. Оның үстіне мынау мешіт ашылу болып отыр. Бәрі қарбаласып кетті. Қай қызың? Жеке, жалғыз қызым бар ғой жар дегенде. Сол қызым Алматыдан оқу бітіріп келе жатыр. Соны барып Арал төбеден күтпекшімін. Не болып қалды айтыңызшы? Енді мешіт ашып жатсың, жақсы, халық қуанып жатыр, аспанға шәпкілерін лақтырып дегендей. Сен енді Көкбектің жайылымын алып берсеңші маған. Өткенде айтып едім ғой. Жәкеу, баға берсеңізші малыңызды. Жер жүре етпей жатқан жоқ, ешкім қуып жатқан жоқ. Кезін алып берем оны. Енді дұрыс қой. Бірақ бірдеме қып, атымызға жаздырып дегендей. Осы ауылда менен лайық адам жоқ шығар енді. Жәке, түсінбейсіз ау. Сіздің атыңызға жаздырып беретіндей ол жер менің жекеменшік жерім емес қой. Ол халықтың мал жаятын ортақ жері. Енді менікі болашақтың қамы ғой. Өз ауылымызда отырып, өз жеріміз жоқ. Атымызда тұрсын дегенім ғой. Осы әшейінде жер халықтікі деп ұрандайсыздар, Жәке, иә? Жеме-жемге келгенде атыма жаздырып бер дейсіздер. Жер сіздердікі. Ешкім тартып алмайды. Малдарыңыз жайылып жүр. Енді қанағат қылсаңыздаршы. Жалғас, сен мешіттің тірлігімен айналыс, мен қазір сені жолдан тастап кетемін. Жарай ма? Кеттік. Айтпақшы, мешітке молда ауданнан келген бе? Иә, ауданнан. Бәке, асығыс едім. Мен қоятын қолымды қойып жүре берсем бола ма? Иә, тезірек бар, тезірек шаршап келдім. Сәл шығай тұрыңыздар. Шамал. Апай, келіңіз. Қол қойып жіберіңіз. Қай жерге? Міне, мына жерге. Енді баламызды чемпион қылып шығар. Саған сеніп отырмыз. Ел аман, жұрт тынышта күреске бару үшін қол қойдырып, бастық болып отырсын.
Қазір бәрі қағаз ғой. Адам тұрғанда қағазға сенеді бұлар. Ай, сағындық, жүр, тез ойбай, тез. Аға, келіңіз. Қол қойып жіберіңіз. Мына жер. Дүйсеніш, сен папаң қайда? Әке, мен қол қоя берейін. Жоқ, болмайды. Неге? Болмаса мамам осы мектепте мұғалім ғой. Мамам қол қойсын. Қыста аяғын қайырып алғанда Дүйсен ренжіп, осында келіп шу көтерген. Енді өзі келсін, жауапкершілікті өзі алсын. Енді бір шеті қалды. Тағы да бір-екі адамның көмегі керек. Қол жетпей жатыр. Ерболды да келеді деп еді. Кезінде осындай ескі медресе болған. Ішінде қой қамақ қоятын едік. Ол кезде ешкім шариғат үйретпейтін бе еді? Кім білген, әйтеуір медресе деген аты болмаса, совет құдайды да айтқызбайтын еді. Осында сол кезде мешіт болады десе сенбейтін едік. Ол заман кетті ғой аға. Қазір шүкір әйтеуір. Әй, осы бізді шүкір құртанма деймін. Соны көп айтып кеттіңдер сендер. Неге олай дейсіз аға? Шүкір дегеннен ешкім жаман болған жоқ. Маған салса, осы мешіттің қазір қажеті жоқ. Жастарың алла деп барады. Біз ондай кезде ауыл мәдениеті деп, клуб деп, шіркін совет кезінің өзінде қызығы көп еді ғой. Не дейін сізге? Алла тағала Құранда шүкір етсеңдер арттыра берем деген. Енді аға сізге ақыл айтқандай болмайын. Бірақ осыншама кең байтақ жерді Алла тағала бабаларымыздың ақ пейіліне берсе керек. Біздің бұған қосқан титтей де үлесіміз жоқ қой. Сол байтақ жеріңнен бір жайылымды атымызға аудара алмай отырмыз. Несіне шүкір деп масайрай? Атыңызға жер аударып қайтасыз? Бәрібір ертең өзіңізбен алып кетпейсіз ғой? Тейт, үрген ауыздан шірген сөз шығады. Тұрсын да атымызда бірдеңе. Жеп жатыр, ішіп жатыр онсызда. Не, атымызға бір жайылым көптік қылан ма? Көкпектің жайылым атыңызға аудар. Содан келген кеткен ердің малын атып, билік құрғыңыз келеді ғой, Ей, қысталақ. Кеттім. Сағат 3-те келем. Күні ертең қазыналы қарт болу керек кісілер ғой. Қазым арқылған құл совет ай. Кісі сыртынан сөз сөйлеген дұрыс емес. Ол ғайбат болады. Осыдан сақ болғанымыз жөн. Әке, тұршы. Әке, тұршы. Немене мектептің алдында масайып жатырсың? Тұршы. Барысқан. Көріп тұрсың ғой жағдайды. Қатарына қалып қалмасын. Үйірмеңе алсашы. Біріншіден, бұл үйірме емес. Күрес, спорт. Екіншіден жоқ. Барысқан. Дүйсеннің өзі келсін. Ертең мастығы тарағанда келесің. Қыста Дүйсеннің кесірінен жұмыстан шығып кете жаздаған. Ел жұрттан ұят қой. Тұршы. Пап. Болды, тұрыңыз. Пап, тұрыңыз. Болды, жүріңіз.
Қызықсап жылай берме. күреске жазылмайын ба сонда? Жазыласың. Қазір мама барып қол қояды. Иә саған папаң келсін деді ғой. Жылама деймін. Неменеге еңіреп отырсың? Қызсың ба не? Тойып алып жатсын қараш. Ей, дұрыстап сөйле. Кім? Мам, Сен бе? Қазір. Келе ғой күнім. мам, сіз мектепке барасыз ба? Не болды, мам? Ештеңе. Мектепке ертең барам. Өзіңізге не болды? Ештеңе. Мектеп неге сұрадың? Сәкөш күреске жазыламын деген. Мына қағаздарына қол қоя саласыз ба? Маған көнбеді. Папам. Жарайды. Өзім сөйлесем ертең барысқанмын. Жұмысың қайда? Кеттім. Әкім мешітке барып көмектес деген. Бүгін мешіт ашылады. Жарайды. Жақсы. Айран ішіп ал. Мам, тапшанда папа ұйықтап жатыр. Сәкөш қасында. Алла тағалаға, пайғамбарларға, араларынан шыққан басшыларға, тіпті ол қара құлдан болса да бағыңдар деген. Тіпті Батыр бабамыз, Бауыржан Момышұлы атамыз айтады ғой. Тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бағынған құл болмайды деп. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Сен бағана келеді деп еді ғой. Кәне, не бар? Не істеймін? Ән тұрма. Алда кіріс. Айтпақшы. Молдекемен танысқан бе? Атым Ербол болады. Рахмет. Ой, Ербол бауырым. Сауаптан құр қалмайын деп келдің бе? Бұйырса. Ербол, сен ана жер тұрмалы. Жақсы. Бісімді бастайық. Мен мына жер тұрмалайын. Не болды? Бітейін дедіңдер ма? Я, иншалла. Қазір бітіп қаламыз. Баяғыдан бері ойда жүрген шаруа еді. Бұл да тәмам болды. Тамаша. Ел жиналған шаяқтаңдар енді, Ербол, әкең қайда? Жұмысқа келуді қойды ғой. Жұмыстан шығарам аусын. Орнына адам алмасан болмас. Жалғас көрінбейді ғой. Әлгі бизнесменді күтіп алуға кетті ғой дейм аға. Жақсы. Бейлі, бір айналып соғам. Жарайды. Айтпақшы, ана шарпар деген ілесіңдер ме? Алам болмаңыз аға. Бәрі дұрыс болады. Үнге тығылған тышқан құсап. Бағына немене қашып кеттің? Құлам деп ойладың ба? Көп сөйлемеші сен. Қашатынын тауыпсың. Не? Қолыңнан біріне келеді деп тұрсың ба? Естерің дұрыс па? Мешітте тұрсыңдар ғой. Төбелесейін деп пендер. Сендер дейді. Көресің ұстан. Көрсек көреміз. 10 теңге үшін базар теп тұр ғой. Не? Ау жігіттер. Бұл мешіт қой. Мешіт Алланың үйі. Бұл жерге құрмет көрсету Алла тағаланы қорықпау деген сөз. Осы екеуін бастарын сиіспайды деп. Машинасын өтетіп алады да, ақылды бермейді. Оны мен қоймай. Мазақ қылады.
Қалайсың? Жақсы. Бір-ек құмалақ теріп алайыншы. Жатыр ғой әне. Қойдан түскен қиды дәрі болыпты ма? Ала берші. Отырайықшы. Ой. Мына күн төбемізді тесе ме қайтеді? Иә, темір балқиын деп тұр. Мешіт ашылайын деп жатыр дей ма? Иә, түстен кейін ашылады деді ғой. Әнші-пәншілер бола ма екен? Қайдам? Мешіттен айтатын жер емес қой. Біздің ауылда тойхана жоқ. Одан да соны салмай ма? Ойына келгенізде біздің әкімді бір құтырдау. Соны айтамын ау. Елдің садақасын жинап алып, қалтасына басып алып кетпесе де ертең. Әкім деген халыққа керектіні жасаушы еді. Біздікі тегі мешіт салып, ертең бәрімізді террорист қып жүрмесін. Ана телевизорда айтады ғой. Намаз оққандардың бәрі бірдеңе болып кетіпті ғой деп. Не дейді? Сақтасын. Әй, сенің сол телевизорыңда әр нәрсені айта береді екен ау, Әй, мешіт деп жүргені тегін емес. Пайда болған соң жүгіретті. Әйтпесе сауада мынандай ыстықта мешіт аша ма? Африка ғой тура. Жүр, шай ішіп алайық. Әлгі жексенде шөлден қаталап қалған шығар. Сосын жайлап мешіт жаққа қарай барамыз. Жүр. Мен де бір-ек құмалақ теріп алайын. Жатыр ғой, теріп аш әне. Жүр. Міне, былтырдан бері қолға алған шаруамыз осы, қызым. Саған әдейі көрсетейін деп алып келдім. Ауылда жұмыс жетеді. Қалаңда жоқ қызықтың бәрі осы жерде бар, қызым. Иә? Сен кішкене дем алып ал, енді саған да жұмыс құрастырамыз. Пап, мен ағылшын курсына ашайын деген едім. Ағылшының кімге керек ауылда, қызым ол? Жоқ. Оқуға түсетіндерді дайындайтын курс қой. Жарайды, көреміз. Жүр, маған жақты көрсетші саған. Пап, өзімнің ауылым ғой, оның несін көрсете бересіз? Қайдан білейін, сағынған шығар деп сен. Керемет, ә? Керемет. Ауыл біраз өзгеріпті. Бұл елдің қаласы. Сен қала деп қоймайсың. Жүр, мешіт ашылады, оны да көреміз. Молдеке, сізде болып. Молдеке, СТО-да жұмыс бар еді. Рұқсат болса, кете берсем. Бәлкім, біраздан соң қайтып келерін. Жақсы онда. Ашылуға үлгер. Танысқаныма қуаныштымын. Жақсы ербол. Рахмет саған. Мейлі аға. Жақсы, сау болыңыз. Ал ардақты ағайын, ауылдастар, өздеріңіз білесіздер, былтыр осы уақытта осы мешіттің құрылысын бастағанбыз. Сол басынан бастап бізге демеушілік жасаған, көмек жасаған Азамат Әділханұлы бауырларыңыз мінеке алдымызда тұр. Азеке, сізге рахмет, атыңызға затыңыз сай азамат екенсіз. Ал енді осы ауылымызға ылғи да қамқорлығын жасап жүрген Азекеңе сөз кезегін берейік ағайын. Ассалаумағалейкум, ардақты әлеумет. Міне, өздеріңіз көріп отырғандай, еліміз жылдан жылға көркейіп, дамып келе жатыр. Небәрі 25 жылдың көлемінде көптеген оң өзгерістерге куә болып отырсыздар. Егер де осылай кемі 100 жыл тыныштық болатын болса, санымыз да өсіп, сапамыз да арта түседі. Құдайға шүкір дейік, қазір халқымыз имандылыққа бет бұрып, ата-бабамыз мирас еткен мұсылмандықтың мұртын бұзбай келе жатырмыз. Барлықтарыңызға Алланың нұры жаусын. Мешіттеріңіз игіліктеріңізге жарасын. Біздікі елге қызмет, сіздікі барға құрмет. Рахмет ағайын. Рахмет, Азеке, рахмет бәріңізге. Пейілдеріңіз ғой, ықыластарыңыз рахмет сіздерге. Ал енді ағайын, осы бүгінгі мешітіміздің ашылуына облыстан мейман кеп отыр. Облыстық бас мешіттің имамының бірінші орынбасары Еркебұлан Ыбырайымұлы мырза.
Қанекей сөз өзіңізде. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті ағайын, құрметті жамағат. Міне ауылдарыңызда бой көтерген Алланың үйі баршаларыңызға құтты болсын. Алла тағала сауаптан жазсын. Осы мешітке үлес қосқан барша азаматтарға да рахмет. Ал енді осы керемет әсем мешіттің бас имамы болып бауырымыз Есіркепұлы Ахмет тағайындалып отыр иншалла. Алла тағала осы бауырымыздың қадамын оң етіп, сізге және дінімізге еңбегі сіңе берсін. Алла разы болсын. Сұрауға болар ма екен? Молда баланың руы қандай? Соны білейікші. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аға, руым жалайыр болады. Ал енді сіздерге қысқаша насихат болсын. Мешіт бұл Алланың үйі екен. Ілгеріде жақсылар қандай да бір ауылда мешіт болмаса, ол ауылда береке жоқ деп есептеген екен. Сондықтан еліміздің барлық өңірлерінде Аллаға шүкір мешіттер салынып, халқымызды имандылықпен руханиятқа сусындатып жатыр. Жастарымыздың дені дұрыс жолға түсіп, арақ-шарап, бұзықтық істерден аулақ болып жүр. Бұл жақсы. Ол сау болса, ұрпақ саламатты. Ұрпақ саламатты болса, ұлтымыздың тағдыры баянды болмақ. Сондықтан 5 және 10 сынып аралығындағы балаларға осы мешітімізде Құран үйретеміз. Мешітке келіп, балаларыңызды сол дәріске жаздырсаңыздар болады. Рахмет баршаларыңызға, Алланың нұры жаусын. Ал рахмет мына сөз сөйлеген кісілердің барлығына. Ал енді ағайын, мына мешіттеріңіз құтты болсын. Мешітті босатпаңыздар. Әр жұма сайын осы мешітте намаз оқылады екен. Кеп тұрыңыздар. Сондықтан мына мешіт құтты болсын. Ағайын. Ал құрметті жамағат, мешітке кіріп 2 ракат намаз оқып алайық. Келіңіздер. Өзіміздің ұрудан ауылымызда бір молда табылмады. Айдаладағы біреуді. Бір әкім деп пәле болды. Құтпаса болмады. Құлыным. Немене? Молда болып кеткенсің бе? Жай ма? Мешіт ашып кетті дейді ғой. Ақша берем екен? Сенің де көкейіңді ақша тесіп. Бізде бір сауап алайық та? Сауабың ақша бола ма екен? Қойшы. Мамам үйде ме? Жоқ. Енді қайда? Қайдан білейін? Мам, неге сыртта отырсыз? Үйге кірмейсіз бе? Күрем ғой құлыным. Кішкене жатар алдында сергейін деп едім. Тамақ ішедіңіз бе? Біреу таза одас. Өзің елден сеш? Жаншы ма? Бірге тамақ ішейік. Мен ішпеймін. Асқазаным ауырып тұр. Ең болмаса қасымда отырыңызшы. Жарайды. Қат-қат бол.
Мынадан бері ашып тұр ғой сосын қатып қалғанда. Әкеңіз мен қиын. Мешітті қайта ашыпты ғой. Иә, мам. Біздің әкім жақсы кісі ғой. Үйге холодильник алайық. Асты шіріп бітті. Диван да ескі. Дүние мүлікте жоқ. Өткенде жаңа кілем алдың ғой. Чай толтырамыз. Келген кеткеннен ұяттегі. Ақша жоқ емес бар ғой. Қарыздың ақшасы ғой. Қарызымыздан құтылайық. Содан кейін бір мәнісі болар. Бір мәнісі болмайды оның. Ешқашанда бір мәнісі болмайды. Төрт қабырғаға қарап қашан отырамыз. Адам ұсап тамақ ішейікші. Аллаға шүкір. Біздің ауылдан да Алланың сөзі айтылатын болды. Today, день, yesterday, кеше. Мам, сәкі штрихтап қалды ма? Иә. Мен сол кітап оқып жатыр. Сен де барып жатса, үшті сөзін сап қойдым. Мен тапшам ұйықтаймын. Папам түнде шөлдесе, соны беріп. Ақылдым сол. Қараңғыда кітап оқымай-ақ көрші. Көзің ауырады. Кішкене қараймын да қоям. Ағылшынша сөздік қой. Мам, көзіңіз. Папам ба? Өмір қол тимеген. Арақ әбден аздырып бітірді. Өзі де байқамай қалды. Қашан арағын қояды екен ол. Соны айтам. Жасы келді ғой. Білмеймін, бірдеңе қылып емдетеміз бе, мам? Ақшаның реті болса сөйту керек. Биыл сырттай болсын оқуға түсу керек саған. Бізге қарама. Болашағыңды ойла. Ана екеуіне бас көз болатын сен. Біз тірі тұрғанда оқып, жетіліп аш. Үйленуді де ойлау керек. Келін жұмсайтын уағымыз болды ғой. Жанар келді деймін. Келіпті ғой. Денсаулығыңыз қалай болды? Бүгін жақсы. Ертең жұмыс жаққа барып қайтатын шығармын. Өзіңіз күтіңізші. Жұмысыңызды тастаңызшы. Айтпақшы. Бүгін Сайлауға папымды жұмыстан шығарам дейді. Көрдік бе?
Енді мектептен қалай кетем? Бәріміз сенің азғантай айлаңға телміріп отырғанымыз қалай болады?